үлкен бір сауда үйінің 30 жыл директоры болған апай Евразия телеарнасында Пендеміз ғой деген хабарға келді. Мен соған сарапшы болып бардым. Сонда апай 30 жасында жесір қалған бір ұлменен. Енді алматылықтардың бәрі баласын орыс класында оқиды, баласы орыс класында оқыған, орыс класын бітірген қызға үйленген. Ол кісі пенсияға шыққанда келін холодильникке жазып қояды екен: "Ей, ит, ашпа тоңазы күшті" деп. Сөйтіп сол кісіні қарттар үйіне апарып тапсырған. Сонда ана баласына телефон соққанда, баласы бір министрлікте департаменттің бастығы, келіні бір министрлікте департаменттің бастығы, екеуі апарып шешесін қарттар үйіне тапсырған. Сонда баласы келмеді хабарға. Қоңырау соққанда айтты: "Чё она вам наговорила" деп. Сондықтан өзімнің қарттығында рахаттанып, немерелерімнің алдында отырғыларың келсе, бүгін мысалы біз құда болып барған жердегі құдалар қандай рахат, шөберелерінің тойын көріп отыр, төрде отыр ақ орамалдарды. Ал орыс класына баласын бергендер қарттар үйінде отыр. Сондықтан балаларыңды ешқашанда мансап үшін орыс тілінде оқытпаңдар. Орыс тілін онсыз ақ үйреніп алады. Оған деген қажеттілік болай. Қазақ мектебіне бармаған бала орыс класын табалдырығын аттағанда оның көкейінде екі пайда болады. Өзінің ұлтын, өзінің тілін менсінбейді. Сондықтан адасып балаларын орыс класына бармаңдар. Қазақ класына барған бала, ол қазақшаны да біледі, орысшаны да біледі, ағылшын. Мысалы, Димаш Құдайберген сияқты балалар қазір жеткілікті. Ол енді әнші болғаннан кейін жұртқа таралып кетті. Сонымен бірге оқыған қазақ мектебінде бітірген балалар қазақша да сайрап тұр, орысша да сайрап тұр, ағылшынша да сайрап тұр. Сондықтан бүгінгі күні баласын орыс класына бергенде, мақұл балаң ағылшынша оқып $10,000 алатын айлық тапсын. Орыс класына барып $5,000 алатын айлық тапсын. Қазақ класына барып $200,000 алсын. $10,000 тапқаныңда, $5,000 тапқаныңда баратын жері 2 метр жер мен 20 метр мата. Сен ұлтың үшін не істедің? Абай өзінің 38-ші қара сөзінде айтады: "Өзің үшін өмір сүрсең, өзі үшін өмір сүрген айуанның бірісің" дейді. Ұлтың үшін өмір сүрсең, онда сен Алла сүйген құлсың дейді. Алла сүйген құл бол.